Тасаттық жайында айтыңызшы. Тасаттық туралы айтқанбыз. Тасаттық жаңбыр сұрау дұғасы. Ол жерде истисқа намаз оқылады. Біздің тасаттықтардың бәрі біздікі маевка. Арабша, английше пикник деп қояды. Бәрі далаға шығады, мал сояды, шашлик жасайды, күшті, бәрі тілейді. Сол тамақтар өздері салып алып, өздері әкеп қайта үйде жейді. Бұл несі тасаттық бұның? Бұның несі тасаттық? Сол малды алса да жағдай жоққа беріп кету керек. Жағдай ауылда жоқ қой, соған беру керек. Одан кейін үйме ақша жинайды. 500 теңгеден, 1000 теңгеден туысқандар бәрі ақша жинайды. Мал сою үшін тасаттыққа, Содан кейін біреудің ақшасы жоқ, бере алмайды. Не каспиінде жоқ, не наличный бере алмайды. Содан кейін сол кісіні анау тасаттыққа шақырмайды, апармайды сол жерге. Неге? Ақша бермеді ғой. Сонда не, жаңбыр тек қана ақшасы барлардың басын жабу керек па не? Жері барларға ғана жабу керек па не? Бұл дұрыс емес. Сондықтан бұл Алланың рахымы. Ол жерде тек қана ұстазды, білімді адамды апарып, 2 ракат намаз оқып, Құдайдан бәрі жалынып дұға қылады, болды, қайтып келеді. Проблема сол. Истисқа деген 2 ракат намаз оқылады.